Hey guys, how's everything? Hope everything is well. Сәлем баршаларыңызға. Міне осындай тақырып шығып жатыр да. Америкадағы оқиғаларыңызды айтып беріңізші деп. Сол есіме түскен енді біраз оқиғалар ғой, бірақ дәл қазір есіме түскені ол Америкадағы мектеп оқу жүйесі. Яғни мектептерде қалай оқиды адамдар. Қазақстандағындай бірінші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін, енді қазір 12-ші сыныпқа дейін емес, ол жақта 12-ші сыныпқа дейін оқиды, бірақ бір мектепте емес, ол жерде үш түрлі мектепте оқиды. Яғни бірінші сыныптан 5-ші сыныпқа дейін бір мектеп, арнайы бір мектеп бөлек жерде. Содан кейін 6-ші сыныптан 8-ші сыныпқа дейін ол junior high school деп аталады. Ол болса мүлдем басқа жақтағы мектеп. Және 9-ші сыныптан 12-ші сыныпқа дейін ол high school болады. Ол мүлдем басқа мектеп. Сонда адам мектепті бітіргенше 3 түрлі ғимаратта, 3 түрлі жерде сабақ оқиды. Ал бірінші сыныптан айтпай кеттім, 5-ші сыныпқа дейін оны біз бастауыш мектебі primary school дейміз. Сонда primary school, содан кейін junior high school, 6-ші сыныптан 8-ші сыныпқа дейін, содан кейін high school болады, 9-шыдан 12-ші сыныпқа дейін. Мен мысалы барғанда Америкаға 2000 жылы біз Бруклин ауданы, Нью-Йорк қаласына көшіп бардық. Және сол жерде мен інім екеуміз бір мектепке бардық. Ол 3-ші сыныпқа, мен 5-ші сыныпқа. Ол көктем айы болатын. Мектептің аты Marlboro High School деп жатыр. Marlboro Primary School. Яғни Marlboro бар ғой, темекі сияқты. Енді бір атау, бірақ ешқандай қатынасы, бір-біріне қарым-қатынас жоқ. Солай ба, Marlboro бастауыш мектебі деп аталады. Ол жерде мен 2 айда оқыдым. 5-ті бітіруге 2 ай қалғанда бардым ғой, сол жерде 2 айда оқыдым да көктемде. Келесі жылы Дейвери Бури деген junior high schoolға бардым. 6-ші, 8-ші сыныпқа дейін сол жерде оқыдым. Дейвери Буриді 2003-те бітіргеннен кейін FDR Franklin Delano Roosevelt деген мектепке junior high schoolға түстім. Және қызық жері, сен өзің таңдайсың мектептерді, енді ата-анаммен мысалы. Саған әр мектептің өзінің бір фишкалары болады. Мысалы, мен барған FDR деген high school'дың, ол біз жаққа жақын болды. Бірақ ол қалай орташа мектеп болды да, ешқандай бір дарынды балаларға емес, бірақ жалпы мектеп. И мен ол мектепке негізі бармау керек едім. Бірақ мен ол кезде теннис ойнайтынмын. Және сол теннис, сол мектепте, FDR high school'да мектепте теннисный команда болды. И сол бір жаңағы коуч, бапкері теннис ойнайтын адамдарды іздеп жүрген еді. И мен сол кезде как раз сол мектепке барғым түспегем. Ол мектепке не үшін екенін білмеймін. Бірақ сол кезде мен теннисный команда, сендердің командаларында болам деп бапкерге айтып едім. Жақсы, аламыз деді, сол мектепке түстім. Міне солай уақытыңды мектепте өткіздіресің 3 жерде. Енді қараңызшы, бұның плюсы, минустары қандай. Плюстары студенттерге, яғни шәкірттерге, оқушыларға таңдау беріледі. Мысалы, сен математикадан жақсы болсаң, және математикамен әрі қарай жұмыс жасағың келсе, тереңірек, онда сен сол математикалық мектепке барасың, high school, junior high school әртүрлі. Сен архитектураға ұнатсаң, сен архитектураны жақсы мән беретін мектепке барасың. Сол плюсы. Ал минусы, мысалы, Қазақстанда 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін балалар әдетте бірге оқиды ғой. Ол және өте жақсы дос болады. Өмір бақи дос болып кетеді. Себебі сен бір адамды 11 жыл бойы білсең, жақсы қарым-қатынас болады, дос болса. Жақсы танисың, өте жақын туысқан сияқты дос болып кетесің. Сол плюсы бар. Ал Америкада ондай, мысалы Қазақстандағындай мектептен жақын достар жиі кездестірмейді. Себебі ол жақта жаңағында сіздерге айтып кеткендей,
мектеп үшке бөлінеді, иә, сонда үш жерге барасың, бір адаммен енді үш жерге бара алмайсың ғой. Және әр жыл сайын сыныптарды ауыстырып отырады. Яғни осы жылы сен мына кісілерменсің, келесі жылы араластырады да мүлдем басқа адамдармен боласың. Не үшін олай жасалынады? Себебі жаңа алдында айтып кеттім ғой, студенттерге мүмкіндік береді. Олар өз таңдауларын іске асырады. Яғни мен осындай сабақтар таңдаймын дейді, және сол сабаққа қатысты уже басқа балалармен сондай ортақ сабақтары бар басқа балалармен бірге сыныптас болады. Көрдіңіз бе? Сонда жыл сайын ауысып отырады. Енді плюсы бар, минусы бар. Сол айтып кеткендей. Сол осы сіздерге мини Америка туралы менің енді мына көліктегі подкастым, видео подкастым ұнаса, лайк қалдырыңыз, және комментарийда қандай тақырыптағы қозғағаным дұрыс болады, соны жазып кетіңіздер, иә? Міндетті түрде. Және сіздерге қандай система ұнайды? Мына айтып кеткен біздің қазақстандық система ма, яғни мектепте бір мектепте 11 жыл бойы, 12 жыл бойы оқисың, әлде 3 жерде оқыған дұрыс па? Оны да жазып кетіңіздер, иә, комментарияға. Сол комментарияға қандай тақырыптарды қозғайын, және қай система, бүгінгі екі система, қазақстандық, америкалық оқу жүйесі қайсысы ұнайды сізге, соны жазып кетіңіздер. So take care, see you around.